Барлықтарыңа сәлем. Мен Дина Төлепберген, Эйр Астана әуе кемесімен Алматыдан Сеулға ұшып барам. Менімен бірге Оңтүстік Кореяны тануға дайынсыз ба? Менің үстімде Корей ұлттық киімі ханбок. Оны жалға алуға болады. Егер киіп алсаңыз, бас сарайға кіру тегін. Осылайша сіз ерекше рәсімнің куәгері ғана емес, қатысушысына айналасыз. Хангам өзені бойымен кемедегі саяхат Сеулды басқа қырынан көруге мүмкіндік береді. Я, мұндағы шағалалар өте ірі. Корея асханасы өте бай, және кафе-ресторандарда су үнемі тегін беріледі. Сеулден оңтүстікке қарай ұшып, біз Чеджуға жеттік. Бұл Оңтүстік Кореяның Гавайи саналады. Ал ЮНЕСКО аралды әлемнің жаңа 7 кереметінің қатарына жатқызған. Бұл шамамен 2 миллиондай жыл бұрын теңізден атқылаған магманың нәтижесінде пайда болған жанартау аралы. Чеджу аралының мәдени мұрасы осы апалар. Оларды мұндағылар хөнө деп атайды. Сенесіздер ме, жастары 60-70-ке келіп қалса да, олар 4 метр тереңдікке сүңге алады. Алып кеткен заттарын мінеке қазір туристерге сатып жатыр. Я, олар туралы талай дорамалар түсірілген. Ал бұл арт-мұражай. Нағыз медиа, жаңа технологиялар және шығармашылықтың біріккен жері. Керемет. Жүз елуден астам экзотикалық өсімдіктер мен шөптер Herb Dongsan бағында, және бұл жер аяққа арналған спамен танымал. Сапарымызға экстрим қосу үшін біз қазір 981 бағына келдік. Бұл жер өзінің картингімен танымал. Сағатына 40 километрден асыруға болмайды дейді. Біз қазір Кореяның ең биік нүктесіндеміз. 123-ші қабатта бұл Lotte World Sky ғимараты. Вау! Қандай көрініс! Сонымен Корея енді ашық, карантинді кедергілер жоқ. Эйр Астана әуе компаниясының ұшақтарына билеттерді алдын ала брондаңыздар, келіңіздер. Сәт сапар!